Маған көбісі айтады да, анау жоқ, мынау жоқ деп зарлай бересің дейді да. Барды айтпадың ғой сен дейді да. Ойланып қарасам, мен действительно анау жоқ, мынау жоқ деп халықтың жоғын жоқтай береді екен ғой. Біраз нәрселер бар екен ғой, бізде айтпайды екенбіз ғой, негізі. Мысалға не бар бізде? Бізде елдің мұңын естімейтін елбасы бар. Халықтың сарқылмайтын көз жасы бар. Ұры-қары тонайтын басшылар бар. Басшының көтін жалайтын қосшылар бар. Өмір бақи ұйықтап жататын депутат бар. Халыққа оқ ататын солдат бар. Ешқашан бітпейтін қарыздар бар. Әділдік таппайтын арыздар бар. Үйсіз-күйсіз қаңғырған бастар бар. Жұмыс таппай сабылған жастар бар. Сосын не бар? Әкесін ұрып өлтіретін асаба бар. Ата-анаңа демал дейтін сахаба бар. Мамасын құттықтайтын батырлар бар. Ешқашан түк айтпайтын ақындар бар. Халықта ұлан байтақ жер, өзен, көл, ормандар бар. Бірақ қашан үйлі боламыз деген армандар бар. Жалпы бізде кішкентай ұрындей баланы жабылып пышақтайтын бандамдар да бар екен бізде. Біраз нәрсе бар екен.